Соңғы уақытта бәріміз ютубтан қорқынышты және біртүрлі мультфильмдерді байқап жүрміз. Бірақ ол туралы ешкім ештеме демейді. Және де бүгін мен сіздерге сол мультфильмдерді қайдан шыққан, олардың балаларға деген жаман әсерін және де кім істегенін айтамын. Былай қарасаң, мультфильм өте қарапайым және кейіпкерлердің түрлері де сүйкімді. Қоян, тиін, аю тағы басқа. Бәрі ашық түстерде, бәрі бақытты сияқты. Кәдімгі балалар көретін мультфильмге ұқсайды, бірақ ол жерде нағыз тозақ. Алғашқы минут өткен соң нағыз қатыгездік басталады. Әр серия бір өлім. Біреу қолын жоғалтады, біреу шегеленіп қалады, біреу тірідей күйіп кетеді. Бірақ ешкім қайғырмайды. Себебі олар келесі бөлімде тіріліп кетеді. Сосын қайтадан өледі, сосын қайтадан тіріледі. Сен байқамайсың, бірақ миыңда бір нәрсе өзгере бастайды. Қан мен өлім қалыпты сияқты бола бастайды. Барлық кейіпкер қарапайым, Филипптан басқа. Алғаш көргенде ол жай ғана мейірімді сарбаз сияқты көрінеді, бірақ оның ішінде нағыз жын өмір сүруде. Егер есіне соғыс салса, ол бірден өзгеріп кетеді. Көзі жанып, бәрін қырып тастайды. Ол ешкімді аямай, тіпті жанындағы достарын да аяусыз өлтіреді. Ол бас тимейді және толықтай психопат деп санаймын. Кей адамдар Филиппиді түстеріне көре бастаған айтқан. Көп адамдар мультфильм жай ғана жынды аниматордың қалжыңы деп ойлайды. Бірақ сен олар жақынырақ танысаң, бәрі қорқынышты бола бастайды. Happy Tree Friends'ті жасаған адамдар жай ғана суретшілер емес. Олар ақылынан алжасқан шеберлер. Олардың есімі Аубрей Анклум, Кенна Навара және Род Маунт. Бірақ бір сұрақ туындайды. Неліктен олар балалардың мультфильміне ұқсайтын, бірақ ішінде қан, өлім, азап бар туынды жасады? Аубрей Анклум мультфильмнің авторы, бірақ ол бұрында қорқынышты атмосферадағы жобалармен айналысқан. Кейбір мәліметтерде оның жастайынан өлім, зорлық туралы ескі кітаптарды жинағанын айтады. Кен Наваро ол тек режиссер ғана емес, кейіпкерлердің дауысын да өзі салған. Және де кейіпкерлер өліп жатқанда оның дауысы ерекше шынайы естіледі. Тіпті бір эпизодта ол микрофон алдына күліп тұрып қоянның өлуін дыбыстаған. Ал Род Маунт ол бастапқыда мультфильм кейіпкерлердің эскизін салғанда оларда көз жоқ болған дейді. Бірақ көз қосып жындырақ қылуға тырысқан. Бірақ көздері қара қуыс секілді болып қала берді. Кейбір фанаттар былай деді: бұл адамдар мультфильм емес, бір құрбандық видеоларды анимацияға айналдырып жатыр. Олар өз қорқыныштарын күлкімен жапқан. Және ең қорқыныштысы, олар ешқашан нақты неге мұндай мультик жасағанын ашық түсіндірмеген. Бұл жай қалжың енді дейді, бірақ қалжыңнан неге сонша азап шегеді? Және кейбір адамдар, немесе фанаттар деуге болады, былай айтуда: бұл мульт адам психикасын сындыратын жасырын әлеуметтік тәжірибе деп ойлайды. Яғни олар жай ғана суретші емес, жоғарыдан тапсырма алған бақылаушылар. Қысқасы, Happy Tree Friends сыртынан қарапайым мульт, ал ішінде нағыз қорқынышты тозақ. Әр серияда сен күлкі күтесің, бірақ қан мен азап көресің. Мұндай мульт не үшін жасады, оны ешкім білмейді. Бірақ бір нәрсе анық, бұл жай анимация емес, бұл тозақтың платформасы сияқты.